Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар UFC 314 турнирінде өтетін Co-Main Event. Бұрынғы 155 фунт салмақта титулға үміткер болған. Жалпы әрбір кездесуі нокаут пен техникалық нокаутқа, сонымен қатар қан жосаға толы кездесу өткізетін американдық нөмірі 7-ші орында тұрған Майкл Чендлер мен оның қарсыласы Британияның, яғни ағылшын жауынгері, дәл қазіргі сәтте UFC-дағы жоғары хайпқа ие, өте көрермені көп жауынгерлердің бірі Падди Пимблет арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Майкл Чендлерді фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіне Майкл Чендлердің жалпы тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Жалпы бұл жауынгер өзінің әуесқой мансабын негізінде Америкада еркін күрестен бастаған білеміз. Және де осыған қарап бұл жауынгердің жалпы күрес деңгейі мен грэпплинг деңгейінің өте жақсы екендігін білеміз. Бірақ та бұған қарамастан бұл жауынгер әрдайым тік тұрып соғысуды, бокс стилінде өткізуді жақсы көретінін білеміз. Ал ағылшын жауынгері Падди Пимблетқа келетін болсақ, бұл жауынгердің жалпы грэпплинг стилі, күрес стилі, сонымен қатар джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз, достар. Майкл Чендлер өзінің соңғы кездесуін UFC 309 турнирінде бұрынғы чемпион бразилиялық Чарльз Оливейраға өткізген қарымта кездесуге төрешілердің шешімімен жеңілгендігін білеміз. Ал Падди Пимблетқа келетін болсақ, бұл жауынгер өзінің соңғы кездесуін UFC 304 турнирінде Бобби Гринді сабмишнмен жеңіске жеткенін білеміз, достар. Менің ойымша, бұл кездесуде американдық Майкл Чендлер Падди Пимблеттің хайпын тоқтатып, техникалық нокаутпен, болмаса нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Conor McGregor, if you can ever get your house back in order, while us real professionals have been keeping the octagon warm, we're wondering where you've been, Conor.